Қазіргі демографиялық жағдай туралы не білесің? Урбанизация дегеніміз не? Әлемде қазақтардың саны қанша? Осы сұрақтарға жауап берейік. Алдыңғы бейне жазбада көргендей, Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін шетелдегі отандастарымызға ата жұртына оралуға мүмкіндік туды. Өзің тарихтан білетіндей, Алатаудан Арқаға, Алтайдан Атырауға дейінгі кең байтақ даланы алып жатқан қазақтың шұрайлы жеріне қызыққан ел аз болған жоқ. Осындай жағдайда жерді, елді сақтап қалу маңызды еді. Ал Қазақстанның территориясы кең байтақ болғанымен, ондағы халық саны аз. Елді сақтау үшін халық керек. Ендеше Қазақстандағы демографиялық процестерді өткен кезеңдермен салыстыра отыра талдап көрейік. Қазіргі демографиялық жағдай туралы не білесің? 2019 жылы Қазақстан халқының саны 18 миллион 400 мың адамға жетті. Елімізде 2017 жылы 390 мың, 2018 жылы 395 мың сәби дүниеге келген. Бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 5 мыңға кем. 2016 жылы тәуелсіз Қазақстан тарихында ең көп көрсеткіш 400 мың балаға жеткен болатын. Ал рекордтық көрсеткіш 1987 жылы болды. Бұл жылы Қазақстанда 417 мың бала өмірге келді. Урбанизация дегеніміз не? Урбанизация қалалану, әлем елдерінің дамуының бір белгісі ретінде танылған маңызды көрсеткіш. 2018 жылы әлемдегі қала тұрғындарының саны 4 миллиард 200 миллионға жетіп, 55%-ді көрсеткен. Қазір адам саны 10 миллионнан асатын қаланың саны 38. Жыл сайын ауылдан қалаға көшушілердің саны артып келеді. Бұған әртүрлі факторлар әсер етуде. Оның ішінде қалаға жұмыс іздеп бару, оқуға бару, жаңа табыс көзін табу мүмкіндігі, ауылдық жерлердің жеке меншікке өтіп кетуі. Тәуелсіз Қазақстандағы қалалану үдерісі. Жағымды жағы, тәуелсіздік алғаннан кейін КСРО кезінде Қазақстанға жер аударылған миллиондаған халық өз ата жұртына қайтты. Сол кезде жұмыс іздеген халық босап қалған зауыт фабрикаларға жиналды. Осылайша қаланы қазақыландыруға мүмкіндік туды. Жағымсыз жағы, Қазақстандағы ауыл шаруашылық кооперативтері, ұжымшарлар мен кеңшарлар жекешелендірілгендіктен ауылдағы халықтың жағдайы ауырлап, қалалық жерлерге үдере көшті. Алайда нарық заңдарына, базар шаруашылығына үйренбеген халық ауыр дағдарысты бастан кешірді. Саяси жағынан алғанда, облыстарды және кейбір аудандарды біріктіру немесе жою, ел астанасын солтүстікке көшіруде халықтың жаппай көшуіне себеп болды. Сол кезде оңтүстіктегі және жабылған облыс аудандардағы 100 мыңдаған адам облыс не аудан орталықтарына, құрылыс жүріп жатқан үлкен қалаларға ағылды. Осы арқылы солтүстік өңірлердегі халықтың үлесін арттыру, елдің тұтастығына қауіп төндіретін мәселелердің алдын алу жағынан өте маңызды қадамдар жасалды. Әлемде қазақтардың саны қанша? 2018 жылғы соңғы дерек бойынша әлемде 17,13 миллионнан астам қазақ бар. Қазақстанда 12 миллион 500 мың, Қытайда 1 миллион 800 мың, Өзбекстанда 1 миллион 500 мың, Ресейде 800 мың, Монғолияда 150 мың, Қырғызстанда 80 мың, басқа елдерде 300 мыңға жуық. 1939-1989 жылдардағы КСРО халқының ұлттық құрамы. Қазақ халқының саны жыл санап өсіп келеді. Мәселен, тарих ғылымдарының докторы зерттеуші Айжамал Құдайбергенованың зерттеулері бойынша 1954-1963 жылдары Қытайдан 268.371 репатриант қайта оралған. КСРО аумағында әрбір ұлт өкілдерінің саны жыл сайын артып отырғанын көреміз. Осы сияқты Қазақстанда да жыл сайын қазақ халқының саны артып, сәйкесінше орыс, украин, неміс ұлт өкілдерінің саны азайып бара жатқанын байқаймыз. Бұл олардың өз тарихи отанына оралуымен түсіндіріледі.